Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып should and ought to етістіктері. Ағылшын тілінде should етістігімен қатар ought to деген етістікте бірге қатар қолданылады. Should етістігі жақтарға қарай қандай өзгеріске ұшырайды? Should етістігі жақтарға қарай ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Should етістігі ол сөйлемде көмекші етістіктің орнында жүреді, кейін бірден негізгі етістік қатар келеді. Бірінші жақта, мысалға, I should go to the doctor today. Мен бүгін дәрігерге баруым керек. Екінші жақта, мысалға, You should go to the doctor today. Сен бүгін дәрігерге баруың керек. Үшінші жақта, мысалға, She should go to the doctor today. Ол қыз бүгін дәрігерге бару керек. Көпше түрде мысалға, They should go to the doctor today. Олар бүгін дәрігерге бару керек. Should модальді етістігі сөйлемнің болымды, болымсыз, сұраулы түрлеріне қарай қандай өзгерістерге ұшырайды? Болымды түрі. Мысалға, Maryam should be more careful when she speaks to him. Maryam оған сөйлеген кезінде көбірек абайлағаны дұрыс болады. Болым сөйлем кезінде should модальді етістігі және жанына be негізгі етістігі қатар қойылады. Енді болымсыз түрі. Мысалға, Maryam should not be more careful when she speaks to him. Мариямға көбірек абайлауының керек жоқ оған сөйлеген кезінде. Мұнда біз should модальді етістігінің жанына not көмекші сөзін қоямыз. Енді сұраулы түрі. Мысалға, Should Maryam be more careful when she speaks to him? Мариям көбірек абайлау керек па оған сөйлеген кезінде? Ал бұл жерде біз should модальді етістігін сөйлемнің басына шығарып жібереміз. Ал негізгі етістік өз орнында қалады. Ал осы should модальді етістігі өткен шақта қалай қолданылады? Оны келесі мысалдар арқылы қарастырып өтейік. Болымды сөйлем. Мысалға, осы шақта. You should work indoors. Саған іште жұмыс істеу керек. Енді өткен шақта. You should have worked indoors. Саған іште жұмыс істеу керек болатын. Бұл жерде work негізгі етістігіне ed жалғауы жалғанып, өткен шақтағы формаға енеді де, оның алдына have көмекші етістігі қойылады. Ал болымсыз сөйлем, мысалға, осы шақта. Меруерт should not argue with anyone. Меруертке ешкіммен ұрысудың қажеті жоқ. Өткен шақта. Меруерт should not have argued with anyone. Меруертке ешкіммен ұрысудың қажеті жоқ еді. Ал мұнда өткен шақтағы сөйлемді жасау үшін біз argue негізгі етістігіне ed жалғауын жалғап, өткен шақтағы формаға өзгертеміз де, оның алдына have көмекші етістігін қоямыз. Ал should пен have көмекші етістіктерінің ортасына not көмекші сөзі қойылады. Осы should модальді етістігі сөйлемде қандай жағдайда қолданылады? Should етістігін біз бір нәрсенің дұрыс немесе бұрыс екенін айтып өз ойымызды білдіріп, кеңес берген кезде қолдана аламыз. Мысалға, You should learn English this year. Биыл сен ағылшын тілін үйренуің керек. Келесі мысалы, Айгүл should not marry him. Айгүлдің оған тұрмысқа шықпағаны жақсы. Бұл мысалда біз біреуге кеңес беріп тұрмыз. Ал екінші мысалда біз өз ойымызды білдіріп тұрмыз. Немесе ол біреуге берілген кеңес болуы да мүмкін. Ал ought to модальді етістігі should модальді етістігімен бір қатарда қолданыла алады. Мысалға, Гаухар should watch Moana. Гаухар Моананы көру керек. Гаухар ought to watch Moana. Гаухар Моананы көру керек. Көріп тұрғаныңызда мағынада ешқандай айырмашылық жоқ. Бірақ
Менің байқауымша адамдар should модаль етістігін ought to етістігіне қарағанда ауызекі тілде көбірек қолданады.